Құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта тариф қосуды үйретемін. Кабинетке кіргеннен кейін Госзаку порталына тариф активен деген батырманы басасыздар. Және мына жақта көріп тұрғандай сіздердің суммаларыңыз тұрады. Көкпен жанып тұр мои услуги. Кейіннен жасыл түсте оплатить услугу. Мұнда да деп басамыз. Кейіннен қандай тариф ашқыңыз келіп тұр, соны таңдайсыз. Мінекей мұнда МРП-сімен қанша теңгемен төленетіні комиссия туралы бәрі көрсетілген. Маған қазіргі таңда мінекей 20 МРП, яғни 100 миллиондық счет ашу керек. Ұсталатын комиссиясы 69 000 теңге. Соған галочка қоямыз. 23 жылдың соңына дейін, яғни 31 желтоқсанға дейін болады. Жоғарыда мен көріп тұрғандай өзіңіз адресіңіз толтырасыз және өзіңіздің телефон номерін жазасыздар. Мінекей осылай ғана толтырасыздар және подтвердить кнопкасын басасыз. Да. Акт оказанных услуг. Астына түсіп, аты-жөнін таңдап, сохранить утверждающие акты деп басасыздар. Оплатить и подписать басамыз. Да. РЦ кнопкасын таңдаймыз. Пароль тереміз. Мінекей көріп тұрғандай 100 миллиондық счет ашылды. Мұндағы ақшамыздың 69 000 теңге алынған болатын. Осылай ғана төлейсіздер. Каналға тіркеліп, қоңырауын басып кетіңіздер, лайк басыңыздар. Сіздерге керекті видеолар болатын болса, комментарияға жазсаңыздар, алдағы уақытта түсіріп береміз. Сау болыңыздар.